Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайлар, жақсымы, денсаулықтарыңыз қалай? Сақал мұрт алып жас жігіт болып қалдық, енді шашты алсақ вообще жас болайын деп тұрмын дегенсің бе? Пасха мейрамы үшін Украина мен Ресей 30 сағаттық бір-бірімізге оқ атпаймыз деген келісімге келіскен. Оны бүкіл әлем сіздер естіген шығарсыздар, бағана мен айттым ғой. Одан кейін Қазақстан президенті мен Ресейдің президенті сөйлесіпті. Екеуі енді екі ара ынтымақтастық анау мынау деген темаларға алып келіпті. Одан көбісі мен өзім ойым енді Серікжан аға қайтып сөйлейді. Неге десеңіздер, мысалға мен де бір кездер мысалға сөйлемеймін дейсің, қойшы деп. Сөйтсең түнде тұрып сөйлейсіңші. Мен бір 3-4 сағат минут сөйлеймін ғой. Серікжан аға 1 сағат 4 сағат кетеді ғой. Ол платный сөйлейді, бірақ ол жерде қаралым аз болады. Оның іші Серікжан ағаның көресіздер осыны, мен айтты дейсіздер, бірақ бір құдай біледі, ол сөйлейді, қайтып сөйлейді. Одан кейін енді көбісі айтады ғой, мемлекетті кім айтады? Мемлекетке қарсысың ба, анау биліктегілерге қарсысың ба деген теманы маған қояды. Бұлай живой көргендерде бұлай комментарий жазады. Сөйтіп енді мен сіздерге бір запись қойып берейін. Қарсы емеспін. Істегенді істеді де керек. Мына жерде біреу қазіргі президентіміз жайлы бір видео шығарыпты. Соны сіздер көріңіздер. Екеуін бірігіп көрейік. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев дейді, 6 жыл ішінде істеген 6 жыл ішіндегі топ 6 жетістігі дейді. Мен сізге қойып берейін. Тоқаевтың 6 жыл ішіндегі топ 6 жетістіктері. Президент Қасым Тоқаевтың 6 жыл ішіндегі топ 6 жетістіктері. Экономикалық. Қазақстанның 2024 жылғы жалпы ішкі өнім көлемі 288 миллиард долларды құрады. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім 14 мың доллардан асты. Экономикасы жоғары табысты елдер тобына жақындады. Өндіріс пен құрылыс саласы 2019-2024 жылдар аралығындағы өңдеу өнеркәсібінде өндіріс көлемі 31,4%-ға, құрылыста 96,3%-ға өсті. Машина жасау өндірісі 3 есе артты. Жеңіл автомобильдер өндірі 30 мыңнан 134 мыңға дейін өсті. Инвестициялар 2024 жылғы 1,3 триллион теңге көлемінде 180 инвестициялық жоба іске асырылды. 130 миллиард доллар тікелей шетелдік инвестициялар тартылды. Қазақстан Moody's агенттігінен тұрақты рейтингін алды. Ауыл шаруашылығы астық өндірісі рекордтық деңгейге жетті. Ауыл шаруашылығына 2,5 триллион теңге бөлініп, жалпы өнім 8,3 триллион теңгеге дейін өсті. Шикізаттан терең өңдеуге көшу, мұнай-газ химия саласы қарқынды дамып, Атырауда полипропилен өндіретін KPI завод ашылды. Полимерлер, композиттік материалдар, химиялық реагенттер өндіріліп, экспортқа шығарылды. Экспорттың өсуі, сыртқы сауда айналымы 94,8 миллиард доллардан 141,4 миллиард долларға дейін өсті. Өңделген тауарлардың экспорт көлемі 2 есеге артты. Тоқаевтың лапша жеймін деймін. Қарным ашып кетті. Жолтын десем екен, бигбон десем екен, бигбон жеймін деймін. Жақсы.